Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Жағдайларыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өздеріңіз білесіздер. Кеше біз жаңа модуль бастаған тұғынбыз. Ағаштан жасалатын материалдар мен бұйымдар модулін, соның бірінші тақырыбын бөренелер туралы өткенбіз. Енді сол модульдің бүгінгі екінші тақырыбын өтеміз. Сабақтың тақырыбы тақтай. Сабақтың мақсаты білім алушыларға ағаштан алынған тақтай материалдарының құрылыс саласында қолданылуы, олардың техникалық сипаттамалары, оларды тасымалдау, сақтау, қоймалау сияқты түрлі норматив талаптарға сай қызмет көрсету, және тақтайлардың ақаулары, тақтайлардың сол ақауларын жою жолдары, және де тақтайлардың құрылыста қолданғандағы өлшемдік сипаттамасы, және тағы сипаттамаларын түсіндіріп, толық мағлұмат беру. Құрметті білім алушылар, жалпы құрылыс саласында ағаш материалдардың арасында ең көп қолданылатыны, сұранысқа ие болып табылатыны ол тақтай. Көлденең кесіндісінің пішіні бойынша тақтайларды үш түрге бөлуге болады. Ені бірдей, бұрыштары төрт бұрышты, қыры біркелкі араланған, екі шетінен жеңіл ғана кесілген дөңгелекті қыры бар. Екі жағынан ештеңе кесілмеген. Тақтай дегеніміз енділігінің өлшемі қалыңдығынан 3 еседей үлкен ағаштар. Арқалықты екі немесе төрт жағынан аралап кесу кезінде шет тақтай деп аталатын ағаш бөлігі пайда болады. Осындай тақтайларды құрылыста немқұрайды бөліктерге немесе уақытша қолданылатын жерлерде пайдаланады, яғни уақытша құрылыстарда. Стандарттың талаптарына орай тақтайлардың ендік өлшемдері 80 және 300 мм аралығында болады. Қалыңдығы бойынша тақтайларды екі түрге бөледі: жұқа және қалың. Жұқа тақтайлардың қалыңдығы 6, 18, 19 және 25 мм. Ал қалыңдығынікі 40, 50, 60 және 100 мм-ді құрайды. Құрылыста алдын ала шауып тегістелген ағаш элементтерінен мынадай шала өнімді бұйымдарды, еден үшін сыналатын тақтай, керекті аспаптар, еден мен қабырғаның қосылған жеріне соғылатын, жапсырылатын ірге басқыштар, сатының жақтауларын қолданады. Шауып тегістелген тақтайлар көлденең кесіндісінің пішініне орай төрт бұрышты, сүргілеуден кейін бұрынғы пішінін өзгертпейтін және сыналанған болып жіктеледі. Сыналанған тақтайларды еденге төсеу мен қабырғаға жабуға, сондай-ақ қаңқалы қабырғаларды тұрғызуға қолданылады. Осындай тақтайлардың бірі шетінен айғызданған, ал басқа жеті жолақтанған. Осының арқасында олар бір-бірімен тығыз жанасады. Енді керекті мына сызбаға берейік. Мен жерде көріп отқаныңыздай, мына суретте кешегі қырлы бөренелердің суреттері және тақтайлардың түрлі бұйымдық нелері, көріністері. Г суретінде тілінген тақтай дейді. Таза тілінген тақтай Д суреті, яғни төрт жағынан да тегістеліп сүргіленген тақтай. Тілінген тақтай, таза тілінген тақтай, доғал қырлы тілінген тақтай, үшкір қырлы тілінген тақтай, қырлы бөрене, дөңбек қырлы тақтай, тақтайша жартыкеш, кесілмеген шпал, кесілген шпал. Негізінде мына тақтайлар өзінің көрініп тұрсыздар, Д суретінде тақтайлардың беттерінің атаулары бар. Жалпақ бетінен тұрады, жиегінен тұрады, қырынан тұрады және бүйір жағынан тұрады. Енді осы тақтайлардың барлығы құрылыста кең қолданғанда мына еден құрылымдарында, еденнің жабындарын жасалған кезде, төбе жұмыстарына, шатыр құрылымдарын жасалған кезде, басқа да ішкі мына
тікелей ағаш материалынан толық ағаш материалынан салынатын үйлерде қаңқаларды жасауға, қалқандарды жасауға, мына ұсталық жұмыстары кезінде қалыптар жасауға кеңінен қолданылады. Бұлардың бәрі уақытша ғимараттарға деген сияқты осындай көп қолданысқа ие материал болып табылады. Енді бұлардың ағашқа тән аурулары болады. Егер бұл аурулардың себебі, туындайтын себептері, егер бұларды дұрыс тасымалдамай, дұрыс жинамай, сақтамай, салдарынан осындай түрлі аурулар пайда болады. Қисаюы, қиғаштануы, дөңес қисаюы деген түрлі. Сосын мына ылғал жер жатқан кезде және басқа да түрлі механикалық өңдеу барысында қате кеткен болса, осындай тақтайлардың мүкістіктері болады. Ол мүкістіктер тақтайлардың мына құрылыста қолдану аясын не істейді? Шектейді. Қазір сіздерге көрсетемін, мына тақтайларда кездесетін аурулар. Міне тақтайлардың, жарықтардың негізгі түрлері дейді. Негізі жарық мына түрлі ағаш, қандай да болмасын ағаш материалдарының сапасын төмендетеді, яғни оның техникалық сапасын. Сол себепті оның жаңағы мына көтергіш құрылымдарды салған кезде жүктемелерді көтере алмай жаңағыдай күйреуі мүмкін. Сол себепті мына жерде келтірілген тақтайлар жарықтардың негізгі түрлері: метиктік, аяздық, аяздың салдарынан кептіру жарықшалары, яғни тақтайлар ағаш материалдарын тез кептірген кезде пайда болатын жарықтар, тікелей күннің астында кеткен кезде пайда болатын жарықтар, қопармалы жарықшалар. Сосын мына жарықтардың түрлері: жалпақ беттік, жиектік, бүйіршеттік деген сияқты осындай жарықтардың сипаттамасы бар. Бұл жарықтардың бәрі мына тақтайлардың сапасын төмендетеді және сорттау барысында ең төменгі сорт беріледі. Ең болмаса мына тақтайлар осындай жарықтарға шалдыққан жағдайда ешқандай құрылысқа жарамсыз деп табылады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.